Сәлеметсіздер ме? Шаян белгісіндегі жандар үшін апталық кеңес 21 және де 27 қараша аралығына. Жоғарыдағы карта бізде аптадағы маңызды әсер беретін жағдайлар. Колесо фортуны және де четверка жезл. Бұл карталар аптада маңызды әсер беретін жағдайлар, яғни бір жолыңыздың болатын уақыты десем де болады бұл апта. Жаңа қандай да бір жұмыс жасасаңыз да, қандай да бір іс бастасаңыз да барлығы удачно болады, себебі колесо фортуны бір аптаның көлемінде жаңағы удача сізбен бірге. Жаңағы қандай іс жасасаңыз да жаңағы барлық нәрселер сізді қолдап тұрады. Яғни жолыңыз болып, жаңағы бастаған ісіңіз оңнан болады, жасаған жұмысыңыз сіз ойлағаннан ертерек бітеді деген сияқты больше результат болады. Келесі бізде четверка жезл. Семьяңызбен бір жақсы уақыт өткізесіз. Отбасылы шаяндар үшін жаңа үйге байланысты бір мәселелер шешіледі. Семьяда қуаныш, отбасыда туған туыстың арасында бір жақсылық, қуаныш болады. Және де бұны жақындарыңызбен бөлісесіз. Қыдыру, қонаққа бару, үйге байланысты мәселелер шешіледі. Ал екінші жартысын кездестірмеген шаяндар үшін екінші жартысын кездесу, немесе басқа да жеке өмірінде өзгерістер орын алатын болады. Келесі бізде аптада орын алатын жағдайлар. Аптаның басында мир старший аркан. Аптаның басында бір өзгерістер болады өміріңізде, бірақ бұл өзгерістер кардинальный болса да, главное в душе спокойно, яғни бұл өзгерістің болатын өзіңіз білдіңіз, және де бұны қалайсыз. Главное жүрегіңіз орында бұл өзгерістің, өміріңізде болып жатқан нәрсенің барлығы сіз үшін қуанышты жағдайлар. Және де бұл барлығы жақсы жаққа қарай. Және де девятка жезл. Кішкене денсаулыққа мән беріңіз, басыңыз ауырып, кішкене давление, иммунитеттің түсіп, денсаулықтың нашарлайтын уақыты, сондықтан аптаның басында кішкене денсаулыққа көбірек мән бергеніңіз үшін. Және де басқа да бір жұмыстармен, істермен кішкене басыңыз қатып, қолыңыз аптаның басында бос болмауы мүмкін. Бірақ бұл істі жасап тастау керек соңына дейін. Жаңағы ісіңіздің, жасаған жұмысыңыздың результаты аптаның соңында болады. Келесі сила старший аркан солнце. Аптаның ортасы сіздер үшін өте бір керемет уақыт десем де болады. Жаңағы аптаның ортасында бір пополнение, қаржы жағынан болсын, семья жағынан болсын, жаңағы бір жақсы жаңалық, қуанышты жаңалық естисіз. Сәбилі болуыңыз мүмкін, сәбилі болатыныңызды білуіңіз мүмкін, немесе бір жақсы жаңалық естуіңіз мүмкін. Және де сила старший аркан бұл көбінде барлық істі, барлық мәселені ашумен, ызамен емес, ақылға салып шешуге кеңес береді. Сонда ғана сіз кез келген нәрседен ұтып шығасыз. Ақылға салып ойланыңыз. Аптаның ортасында жаңағы бір мәселені шешу керек болса. Аптаның аяғы правосудие старший аркан және де шестерка жезл. Аптаның аяғында бір сотқа байланысты мәселелер шешілуі мүмкін. Мысалы, сотпен байланысты бір істер шешілмей жүрсе, аптаның аяғында бір жаңалық естуіңіз мүмкін. Немесе барлығы бір шынайы, заңды түрде шешіледі. Пятерка жезл, конкуренттеріңіз өте көп, сондықтан кішкене аптаның аяғында мықты болыңыз. Мысалы, жұмыс бастайын деп жатсаңыз, жаңа бастама бастауға өте жақсы апта. Жаңағы сәттілік сізбен бірге, бастамалар да, жаңағы солнце, правосудие, барлығы заңды түрде кез келген мәселенің шешілетін өте бір жақсы апта десем де болады. Келесі бізде туз пентаклей, бір аптаға кеңес, қаржыға байланысты мәселелерді шешуге өте жақсы апта. Жаңағы крупный бір бизнес бастауға, крупный іске ақша салуға, жаңағы қорықпай рисковать ететін уақыт.
бұл аптаға берілетін кеңес, сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Сіз рисковать етуіңіз керек. Және де осы аптаның аяғында бір жаңағы крупный мәселеңіз шешіліп, өзіңіз ғана емес, жақындарыңыз, отбасыңыз, жаныңыздағы адамдардың барлығы қуануы мүмкін. Осымен апталық болжам аяқталды. Шаян белгісіндегі жандар үшін апта сәтті өтсін. Келесі аптада аман есен кездескенше.